достар, Алла тағала адамзат пен жындар үшін бұл өмірді сынақ етіп берген болатын. Ал оның сыйы ретінде жұмаққа, ал жазасы ретінде тозаққа баратындығын ескертті. Біз бұл өмірде мәңгілік өмір сүре алмаймыз. Біздің қашан өлетінімізді тек Алла тағала ғана біледі. Ал өлгеннен кейін біз жұмаққа немесе тозаққа баратындығымыз анық. Алайда тозақта адам қалай қиналады және тозақ қандай болады? Біз бүгін сіздерге Құранда айтылған тозақ жайлы айтатын боламыз. Барша адам баласы есеп беру үшін қайта тіріледі. Кәпірлердің бастары салбырап, ауыр азаптың күтіп тұрғанын сезетін болады. Осы көрініс жайлы Құранда былай делінген: тозақ ішінде олар үрейлері ұшып, қор болып көз сүзіп тұрады. Алла тағалаға қарсы болғандарды әрине шайтандармен қосып жинайды және тозақтың жиегінде олар тізерлеп отырады. Сосын әр топтың ішінен Аллаға ең күшті қарсылық еткендерін бөліп ортаға шығарады. Сөйтіп олардың ішіндегі тозаққа ең лайықты болғандарын толық анықтайды. Тозақ адам баласын азаптауға арналған мекен болғандықтан, кәпірлерге тоймай, қарсы келгендерді тастаған сайын тағы да тастауын сұрайды. Сол күні біз тозаққа толдың ба деп сұраймыз, ал тозақ тағы да бар ма дейді. Кәпірлер тозаққа кірген соң, тозақ есіктері жабылып, ең ауыр да қорқынышты жағдайға душар болады. Мәңгілік азап басталады. Біз тозақта болатын азапты тек шектеулі ақылымызбен ғана көреміз. Тозақта адамның 5 сезім мүшесі толықтай ауыр азапқа тартылады. Яғни көзінің жазасы берілсе, құлағы бақырған, ойбайлаған, шыңғырған дауысты естіп, мұрны ең жаман жиіркенішті сасық иіске толады. Тілі ең ащы дәмді, қан аралас іріңді ішеді. Терісі мен денесі отқа жанып, қайта жаңа тері бітіп, қатты азап тартады. Бұл бітпес азап мәңгілікке жалғасатын болады. Осындай азаптан құтылу, тіпті бір сәтке болсын тоқтау үшін жалынып, жалбарынады. Тозақтағы азап белгілі бір жыл немесе ғасыр емес, мәңгілік болғандықтан, ондағы кәпірлердің шығуға деген үміті үзіледі. Бұл өмірдегі үмітсіздікті онымен салыстыруға мүлдем келмейтінін ұмытпайық. Тозақта тек адамдар ғана емес, жындар да азап шегетінін Құранда былай айтқан: егер біз қаласақ, әрине жұрттың бәріне тура жол ұсынар едік. Бірақ мен тозақты жындармен, күнәһар адамдармен толтырамын деп әу баста үкім шығарып қойғанмын. Сәжде сүресі 13 аят. Жаһаннам азабының ең ауыры отпен болуы. Тозақ оты жайында хадисте былай дейді: жаһаннамның оты 1000 жыл бойы жағылды. Жағылғаны соншалықты қып-қызыл болды. Содан кейін тағы 1000 жыл жағылды. Ал бұл кезде ағарды. Содан кейін тағы 1000 жыл жағылды. Қазір ол қап-қара болып қарайды. Тозақта пенденің бетін жағумен де азаптайды. Өйткені адам бұл өмірде тәкаппарланып, өзін өзгелерден артық санауы осындай азапқа ұшыратады. Тозақ отына беттері күйген сәтте, әттең-ай, Алла және пайғамбарға неге бой ұсынбадық деп өкініседі. Тозақтың қызметкерлері деп аталатын забани періштелері тозақтықтар үшін титтей де рақымшылық жасамайды. Олардың міндеттері Алланың әмірі бойынша тозаққа түскендердің жазасына сай азаптау. Олар өте күшті болып,
тозаққа пендені аяусыз жазалайды. Жазалау барысында Раббысына қиянат етпей, жазаны артық немесе кем етпей, өз міндеттерін мүліксіз орындау. Тіпті кейбір зерттеушілер осы тозақтың дауысын бейнетаспаға жазып та үлгеріпті. Жан түршіктірерлік азапқа ұшырағанда барлық нәрсеге келісетіні анық. Сол үшін қазірден күнә жасамауға тырысайық. Егер де сізге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.